Әйелі күйеуіне күнде үйде анау жоқ мынау жоқ деп ұрыс шығарып жүрген, күйеуі екеуі барласып күнде ұрысады екен. Bir күні ораза бастап кетеді, сосын ораза күні тағы да әйел баяғы әдетіне басып күйеуінің ұрыс бағасынан жатса, күйеуі үндемей отыр дейді. Сосын әйелі жүнін шығып кеткен ғой, саған не болған бүгін үндемей отырсың десе, оразада ұрыс болмайды деп айтады Әже деген аттарың бар, немереге беретін заттарың бар, аман түгел сұрасатын, WhatsAppқа жазар хаттарың бар. Ауаны айт, елді айт, қызыл құмды шөлді айт, айтарға ештеңе таппасаң, есіп тұрған желді айт. Мұғалімдер есебін айтсын, мал баққандар есегін айтсын, үйде отырып немере баққан, жинастырған төсегін айтсын. Жолда жүрсең жолыңды айт, жұмыста жүрсең қолыңды айт. Мен сияқты күзет болсаң, тепкілеп жүрген полыңды айт. Әңгіме дүкен болсын десең, оңың менен солыңды айт.